Абылайға Жангір Батыр ойпырмай той деген еді, вообще өліп қаласыздар ғой. Ой, қойыңыздар енді, ұстаңыздар өздеріңізді. Не болды? Аделя, Жанерке қыздар, не болды, бәрі дұрыс па? Жұбатып жатырғандай көрініп жатыр. Жігіттер қолдарыңызды ұстап отырмаңыздар. Мына жерде қыздардың түрлері шын ағып кетті ме? Модель қыз келіп тұр ғой, қош келдіңіз. Қыздардың енді бәрі әдемі, әрине. Бірақ Назым, иә? Назым. Назым, қазір қыздар не болды? Баласа ханым енді, білмеймін, түрі ағып кетті деп. Енді қарғаның көзін шықмайды деп жатады ғой. Қош келдіңіз, өте әдемі қыз екенсіз. Аяғыңыз түп түзу екен, енді Абылайдың бір вкусында сияқтысыз. Тыпыршықтап кетті осы кісіші. Біз сізге тек қана қош келдіңіз деп айтамыз, өте әдемі қыз екенсіз. Бақытыңызды тауып кеттіңіз осы жерде. Ердар, сізде бәрі дұрыс па, ауа райы қалай, жағдай қалай? Неге дейттіңіз бауыржанымыз? Терлеп жатсыз, түшіспап, температура болып отырсыз. Менде барлық керемет. Қолынан ұстап отырғаныңызға түсінбедім, содан қарап сұрап жатқаным. Жоға? Айтып жатқам ғой мен, қасылым өз қасында отыр ғой деп. Теңелдік. Саламатсыз, қош келдіңіз. Қош көрдік. Бұл кісі негізі Алишермен бұрын, иә? Иә, 1 жыл бұрын келгенмін. Иә. Саламатсыз, қош келдіңіз. Келген қадамыңызға гүл өтсін. Өте жақсы бір жігіт келіп, бақытыңызды тауып кетеді. Айжан, мен сіздің айтқаныңызды түсініп тұрмын. Нұрдәулет не дейді? Назым, қош келдіңіз. Нәрсе, Нұрдәулеттің көзқарасы өте қатты болып жатыр. Жанерке де модель ғой, ол модель қыздар жақсы көреді да, бір сондай несі бар шамалы. Білейік та, Нұрдәулет несі бар? Ассалаумағалейкум, қайырлы күн десең еді. Егерет па? Жоқ, бауыржан мырза, енді Назым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ортамызға қосылғаныңызға өте қатты қуаныштымыз. Жалпы қатысушылар болып, өзіңіздің бақытыңызды тауып кетуге біз сенімдіміз. Және де жоқ, енді ешқандай көзқарас болған жоқ. Менің сол жағымда отқан Арумен бірге әріптес екенсіздер деп жауып жесең болады. Қалай қалайсыз? Болды, жағылмайсың. Бауыржан мырза, ондай модель ғой енді, Жанерке. модель отырған. Әріптес екенсіздер деп. Әріптес екен, иә. Берсе микрофонда. Енді Назым, қош келдіңіз. Келген қадамыңыз құтты болсын, қадамыңызға гүл бітсін, өте әдемі қыз екенсіз. Мұнда енді қыздар сұрап жатыр, модель екен танымайсың ба деп, бұрын сонда сізді көрмеппін. Танымайды екен, бірақ енді өте керемет қыз екенсіз. Мұнда мен Нұрдәулетті түсініп отқан жоқпын. Неғып қатты бір потеря болып отырсың. Бұл сөйтіп потеря болса, не айтарын білмей бейіт кететіні бар да? Не болды саған? Маған ештеңе болған жоқ, просто внезапно Нұрдәулет дегеннен кейін андай жоғалтып қойдым да өзімді ше. Әйтпесе ойым басқа жақта болып тұрған. Бауыржан мырза негізінде күшті қыз келіп отыр екен енді, өте керемет, сұлу қыз келіп отыр екен. Айтайын дегенім жаңа той саласы ол енді сіздің кәсібіңіз ғой. Бірақ өзіңіздің өнерге қатысыңыз бар ма? Жоқ, өзім шықпаймын тойға. Бұрын шыққанмын биші ретінде, бірақ қазір ән айтатын группам бар. Шықпағаныңыз дұрыс негізінде, иә. Рахмет. Нұрсұлтан? Саламатсыз ба? Жоқ, жігіттер, мен ойлаймын да ертең келетін алдағы үміткерлер сізге өзінің қамқорлығымен солай баурап алса екен деймін да. Иә. Назым, алақанда аялап жүретін жігіттер жалғыз. Аян болды. Айт Нұрсұлтан. Назым, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Негізі Назымды сырттай танимын, Бауыржан мырза, баласы ханым. Бір-біріміз танимыз, ортақ таныстарымыз көп деген сияқты. Негізі білуімше, Назым өте сондай бір еңбекқор қыздардың қатарынан, бұйырса осы жақта бақытыңызды тауып кетуіңізге тілейміз. Рахмет үлкен. Нұрсұлтан, таныстары көп бір шетінен. Командар, бүгін бізде жаңа қатысушымыз Назым деген қыз, өте сұлу, сондай бір биязы қыз екен. Сендерге енді көрсетіп Не істеп жатсыңдар? Нұрсұлтан? Шапалақ па? Настроение был. Настроениесін көтеріп жатыр. Давайте, вас план бәрі, давайте, блин. Молодцы. Сол төртеуіңіз ғана? Төртеуіміз ғана. Секта. Сіздің отырысыңыз жаман емес екен. Көрсетіңдер, келіңдер. Кел. Біз бақыттымыз. Нұрсұлтан, сіз жалпы удобно отырсыз ба? Зор отырым, просто настроение жоқ екен да. Телефон кіріп қойды, қабағын шытып отыр, ешкіммен сөйлескісі келмейді. Өзіміз секта болып настроениесін көтеріп. Жалпы бүгінге дайынсыз ба енді? Бүгін андай дейінші, бүгін чисто удачаның күні сияқты кімнің? Негізі бізде жігіттер білмейді бүгін не болатынын. Қалайсыз, Бекзат? Неге көңіл күйіңіз жоқ? Білмеймін, с утра оянғанда настроением жоқ, никак. Я даже ни с кем не хочу общаться. Я сижу в телефоне. Бұл кісілер мен де не хотите? Бұлар мен настроениемін көтеруген әрекет қылып жатыр. Қалайсыз, Аделя? Жақпады ма? Ойпырмай. Аделяның ботақаны келді. Қалайсыз? Жақсы, қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар, жақсыздар ма? Барлық сырттағы мәселелер шешілді ме? Иә, Аллаға шүкір, бәрі оңаймен шешілді. Неге? Айтасыз ба? Не? Екінші күн қатарынан диасқа массаж істеткізіп қойсыз? Жоқ, попросить етіп отырмын. Аян, қалайсыз?
Жақсы, керемет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Аян, енді сіз қатыспайсыз ғой. Сырттан қарағанда ең әлсіз болып келе жатқан қатысушы. Ең әлсіз ба, сырттан? Мына қиын сұрақ екен негізінде. Жігіттер ешқайсысы әлсіз емес деп ойлаймын. Мықты ғой. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Гаухар ханым енді бізде барлық қатысушыларды қолдайды. Бірақ осы қатысушылардың ішінде ең әлсіз болып келе жатқан кім? Әлсіз? Иә. Әлсіз. Тимур, біз Тимурға сенгенбіз, бірақ Тимур барлық жағынан соңғы. Аяу, қалайсыз? Барлықтарыңызға бәрі сөздеріңіз қойыңыздар. Тимур, қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалай? Кешегіден кейін бір сағыңыз сынып жаман болып тұрған жоқсыз ба? Жоқ, негізі кеше біреуінен 2, біреуінен 3 алдым. Енді былай есептегенде өзінің пайым бойынша, негізгі ұпайлардың бойынша кеше именно спорттан бірінші орында тұрған сияқтымын, 2 сайыс. Кешегі салған стористарымның комментариясын оқысам, ойбай, қасқа, неге 40 пышақ болып жатсыңдар, бет жатсып өздеріңбе. Пижамамен жүрген, сыйламаған. Енді үйде жүрген жоқпыз ба, құрсын енді. Үйде жүргесін енді үй киіммен жүрмейме енді. Әлия жас қыз ғой енді. Ананы киген жоқ, мынаны киген жоқ, мамасы бірдеңе деп. Мен сонда ойлаймын да, адамдар неге өмірді өздері идеализировать етеді екен деп та. Қонақ күткенде адам деген әдемі киіммен күтіп алу керек. Біз деген 200 адамға новоселие жасап жатқан ештеңеміз жоқ қой. Өзіміздің уже дос, бір үйдің адамындай болып кеткен, уже бауыр сияқты болып кеткен, тумас сияқты болып кеткен адамдар ғой. Еркінсініп өзіміз деп жүре береміз ғой. Жоқ, кәдімгідей деген, білмеймін әйтеуір. Оттан көйлек киіп жазып жатыр ғой астына деп. Мен эфирден шығып, Ернар одан мені күтіп алған. Ас болсын. Сондай күшті айбат болып тұрсыз. Ас болсын, бізде Сержан аға бар. Қонақта Сержан аға. Қонағымызда Сержан аға деймін. Аянның оқырмандары барлықтарын келіп, осы жігітті қолдасаңдар болады. Барлықтарыңыз амансыздар ма? Біз келдік, эфирге дайындық болып жатыр. Кешегіден кейін аяқтарын қалай жігіттер? Бәрінің аяқтары ауырып отыр негізі. Тимур. Ассалаумағалейкум. Қой, аяқ күшті. Өйтіп отырып тұра аласың, кім отырып тұра алады көрсетіңдерші. Ал ассалаумағалейкум баршаңызға. Белден төмен дым. Айбай, сезе алмай жатырмын. Бөлек. Сол үшін спортпен айналысу керек, айтамын ғой. Міне. Ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыздар? Бүгін Ханзадалықтың спорт сайысының екінші кезеңі болады. Жіберіп алмаңыздар. Қасында тұрайық. Тұр. Біреу, екі, Давай, алтау. үшеу, Біреу, екке санайықта. бесеу. Қолыңда мені, қолыңда. Кетесізсе болады. Алтау. Давай, 10. Түртеу ал. 10 істе, давай. Все, давай. Ладно, көте құлақ